құдайбергенов кенже осы ақпараттық ресурсы орталығына келіп отырмын. Біз бүгін бұл жерде кешегі жақында ғана осы наурыз айында өткен республикалық референдумде бүкіл халық болып қабылданған конституция туралы әңгіме қылдық. Сол конституцияның баптарын талқыладық. Бәрімізге белгілі, бұл конституция 1 шілдеден бастап өзінің құқығына, өзінің күшіне енеді. Осы конституция бойынша жақын арада ел президенті құрылтайға сайлау туралы заң қабылдайды. Конституция қабылданғаннан кейін конституцияның жаңағы көрсетілген баптары бойынша жаңадан біздің елімізде парламент құрылтай құрылады және құрылтайдан кейін халық кеңесі деген ол бұрынғы құрылтаймен сосын Қазақстан Республикасының ассамблеясының орнына келетін жаңадан Қазақстан Республикасында консультативтік кеңес беретін, кеңес қабылдайтын орган болып есептеліп келеді. Енді мен ойлаймын, бұл конституция біздің жалпы өмірімізге болсын, қазіргі саяси жағдайға байланысты болсын, ол өте бір жағынан керек те және нағыз осы заманға сай қадам деп ойлаймын. Өйткені біздің ел президентіміз көптен бері айтып жатыр, барлық өзгерістер халық үшін жасалып жатыр. Халықтың деңгейін көтеру үшін, халықтың тұрмысын көтеру үшін және де осы еліміздегі сот жүйесі, басқару жүйесі, мемлекет жүйесі жаңартылу керек және бұл жүйелер халықаралық стандарттарға сәйкес болу керек. Соның ішінде президенттің бір рет сайлануы немесе екі мәртеден көп сайлануға тыйым салыну, жаңадан құрылтайдың сайлауы, сот конституциясының жүйесінің күшейтілуі, сосын бұрынғы конституциялық кеңестің орнына конституциялық сотты енгізуі, бұның бәрі осы біздің еліміздің ары қарай қадамы, ары қарай дамуы жоғары болсын деп қабылданып отыр деп ойлаймын. Жалпы еліміз бірігіп, мемлекетіміз, үкіметіміз, жергілікті әкімдеріміз осы конституцияның баптарын нақты және өзінің жаңа талаптарына сәйкес жұмыс істейтін болса, мен ойлаймын біздің еліміздің жағдайымыз да жақсы болады, еліміздің халықтың жағдайы да көтеріледі. Жалпы қазір айтады ғой, қазіргі заманда жалпы әлемде көп өзгерістер болып жатыр. Соның ішінде бізге келеңсіз жағдайлардың көбісі әсер етіп жатыр. Сондықтан мен айтар тілегім, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, еліміздің іші даусыз, сырты жаусыз болсын, конституциямыз нағыз елімізді алдыңғы қатарға шығаратын мемлекеттердің бірі болып, осы бізге жаңағы біздің еліміздің бір үлкен бағытымен және бағдаршамы болсын деп тілегім келеді.